лекциямыздың негізгі тақырыбы ауыздар, олардың құрылысы, қызметі және олардың іріктелуі турасында болмақ. Мен дәріскер Нұрсұлтан Сейсенбайұлы. Жалпы бүгінгі сабағымыздың дәрісіміздің негізгі мақсаты осы ағзадағы тірі жан ортадағы ауыздардың жалпы олардың негізгі түрлері мен қызметін анықтау, олар туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Жалпы бұл дәрістің нәтижесінде білімгерлеріміз ауыздар туралы түсініктерді қалыптастырады. Олардың жалпы әртүрлі жалпы ақпараттық дерек көздерінен осы ауыздар туралы ілімдерді іздеуге машықтанатын болады. Енді жалпы ауыз дегеніміз не? Ол жалпы молекулалық ірі биомолекула немесе биополимер деп те аталады. Тіршіліктің негізін ең үлкен үш ірі биомолекула құрайтын болып табылады. Олар көмірсулар, майлар, сондай-ақ ауыздар болып табылады. Соның ең негізгісі осы ауыздар, яғни олар өзі тіршіліктің жалпы негізін құрайды. Олар өте құрамы күрделі және өте көптеген функционалдық түрлерге ие. Жалпы ақуыздар туралы айтатын болсақ, ең алғаш осы Фридрих Энгельс, ол тіршілік дегеніміз белокты қосылыстардың, денелердің әртүрлі тіршілік ету формасы деп атаған. Және де біздің ағзамыздағы кез келген осы жасуша болсын, немесе жалпы тіршіліктің негізгі құрамын зерделей қарайтын болсақ, олардың ішінде маңызды негізгі элементтерден тұрады. Мысалға 51-53% дейін көміртектен, 16-18% азоттан, сондай-ақ 7% сутегіден, 21-23 оттегіден және күкіртті қосылыстардан тұрады. Одан бөлек көптеген металл иондарын, тағы басқа фосфор сияқты элементтерді кездестіруге болады. Бұларды қазір келесі слайдтарымызда тағы түсіндіретін боламыз. Енді жаңа біз атап өттік, ақуыздар олар негізгі биополимерлер деп, яғни олардың негізгі құрамында көптеген амин қышқылдарынан тұрады. Ол амин қышқылының құрылымында осы атап өткен элементтер кездеседі. Ең алғаш алдымен осы ақуыздардың химиялық қасиеттеріне тоқталатын болса, олар өздері екі дайлы немесе амфотерлі қасиеттерге ие, және ол осы өзінің құрамындағы осы аминдік және де карбоксил топтарының болуымен тікелей байланысты болып келеді. Және де олар өздерінің осыған байланысты олар өздерінің қасиеттерін қалыптастырады. Суда еритін, майда еритін, сілтіде еритін деген сияқты. Сондай-ақ кейбір ақуыздарымыз сілтілі немесе қышқылды орталарда жаңа реакцияға түсіп, олар өздері не істейді? Гидролизденіп, амин қышқылдарын түзетін болып келеді. Осы ақуыздардың химиялық сапалық реакциялары бар. Бірнеше олар түсті реакциялар деп те атаймыз. Солардың ең алғашқысы биурет реакциясы. Мысалы, мыс 2 гидроксидін арнайы сілті ерітіндісімен әсер еткен кезде оларда мысалы ашық күлгін түс пайда болады. Сондай-ақ мысалы кейбір күкіртті қосылыстарға мысалы қорғасын ацетатын және сілті қосып қыздырған кезде олардың қара қорғасын сульфидін қара тұнбасын көруге болады. Бұл ақуыздардың негізгі бірнеше реттік құрылымдары белгілі. Оларды біз бірінші реттік құрылым, екінші реттік, үшінші және төртінші реттік құрылым деп атаймыз. Біз өткенде централ догма деген тақырыбымызда айтқан кезде, осы централ догма бойынша ДНК, РНК және ақуыз осы негізгі тұрақты тізбек бойынша осы барлық ақуыз биосинтез процестері жүреді деген болатын. Сол жүру барысында олар өздерінің күрделену дәрежесіне байланысты құрылыстарда маңызды белгілі болады. Мысалға, бірінші реттік құрылымы осы ақуыз биосинтезінің трансляция нәтижесінде синтезделген алғашқы тізбек ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Мысалы, мына жерде моншақ тәрізденген бірінші реттік құрылымы, яғни пептидтік байланыстар нәтижесінде түзілген полипептидтік тізбекті біз ақуыздың бірінші реттік құрылымы деп атаймыз. Оларда міндетті түрде аминдік және карбоксил топтары болады. Олардың белгілі бір бағыты болады, және де осындай ешқандай конфигурацияға ұшырамаған түрде кездеседі. Осы жаңа атап өткен биополимер ақуыздардың негізгі мономерлері, ең кіші өлшем бірліктері, олар амин қышқылдар деп аталады. Табиғатта 20 түрлі альфа амин қышқылы кездеседі. Осы амин қышқылдары гидролиздене отырып араларында жаңағы су бөлініп, пептидтік байланыс түзілу арқылы бірінші реттік құрылымды құрайды. Және де ол бірінші реттік құрылым одан кейін тағы да бір келесі бір деңгейге күрделене отырып, олар екінші реттік құрылымын түзеді. Лайнус Паулик деп аталатын ғалым ең алғаш осы ақуыздардың екінші реттік кеңістік формасын анықтаған. Нәтижесінде ол өзінің жаңағы
олар жаңа спираль тәрізді немесе бета зигзаг тәрізді формаларға ие бола алатындығын көрсеткен. Осы спиральданған біздің ақуыздың полипептид тізбектердің бір жаңағы тізбектің бір бөлігіндегі жаңағы амин қышқылының бір жаңағы несі амин тобы келесі бір бөлек ұзақта жатқан келесі бір жаңағы амин қышқылының карбоксил тобымен арасында байланыстар, сутектік байланыстар түзу арқылы түзіледі. Яғни бұл екінші реттік құрылымның негізгі ерекшелігі сутектік байланыстар түзуінде болып табылады. Бұдан ары қарай бұл екінші реттік құрылым тағы да күрделене отырып үшінші реттік құрылымға түзіледі. Бұл үшінші реттік құрылымда иондық, коваленттік, дисульфидтік сияқты көптеген байланыстарға тән болып табылады. Мысалға келтіретін болсақ, инсулин ақуызын немесе инсулин гормонын жатқыза аламыз. Осы инсулин гормонында мысалға препроинсулин, инсулин және инсулин болып бірнеше рет олар жетілу процестерін бастан өткізеді. Нәтижесінде ең соңында олар арнайы транскрипциядан кейінгі модификацияларға ұшырап, дисульфидтік байланыстар нәтижесінде осы үшінші реттік құрылым түзеді. Бұлар өте берік байланыстар болып табылады, жаңағы біздің сутектік байланыстарға қарағанда. Төртінші реттік құрылымдар бұлар өте күрделі құрылымдар болып табылады. Бұларды олигомерлер деп те атаймыз, немесе олар өте күрделі болып келеді. Бұлардың мысалы ретінде біз гемоглобин ақуызын классикалық тұрғыда мысал келтіре аламыз. Гемоглобин ақуызы өзі екі гем, екі глобин ақуыздарынан тұратын өте күрделі молекула. Негізгі қызметі ол жаңа тасымалдаушылық қызметі атқарады. Қазір келесі слайдтарымызда тағы түсіндіретін боламыз. Осы гемоглобин ақуызының нәтижесінде олар өте күрделі қосылыстар түзеді. Нәтижесінде жаңа темір молекулалары өзімен бірге оттегін байланыстырып ағзаны қоректендіруге қатысады екен. Жалпы ақуыздардың жіктелуі бойынша біз оларды әртүрлі жіктеу классификациясы бар, яғни біз оларды әртүрлі жіктей аламыз. Мысалға, олардың жай ақуыздар, күрделі ақуыздар деп бөлеміз. Жай ақуыздар табиғат тек қана ақуыздардан, пептидтік байланыстардан ғана түзіледі, ал күрделі ақуыздар олар біз протеидтер деп атаймыз. Олардың құрамына металл иондары немесе тағы басқа көмірсу, тағы басқа атомдар кіреді. Мысалы, металл иондары, металлопротеидтер, фосфопротеидтер, гликопротеидтер деген сияқты олардың барлығы осы жаңа химиялық құрамына байланысты. Ерітінділерді еру қабілетіне байланысты суда еритін, сілкілерде еритін, тұзда еритін деген сияқты әртүрлі түрлер бар. Және де олардың пішініне байланысты шар тәрізді глобулярлы және де жіп тәрізді фибриллярлы деп бөлеміз. Мысалы, кератин, эластин ақуыздары олар талшық тәрізді немесе фибриллярлы ақуыздарға жататын болса, жаңағы миоглобин деген сияқты ақуыздарымыз мысалға біз глобулярлы шар тәрізді ақуыздарға жатқыза алады екенбіз. Негізгі олардың ақуыздардың негізгі қызметтері маңызды. Олардың маңыздыларын тоқталатын болсақ, өршіткі қызметі. Мысалы, біз ферменттерді табиғат жағынан ақуыз деп атаймыз, яғни олар ағзада болатын түрлі метаболизма процестерін, түрлі реакцияларды жүзеге асырып, оларды жылдамдату арқылы катализ дейді. Нәтижесінде бұл олардың ақуыздардың өршіткі немесе катализдік қызметі мысалы келтіре аламыз. Тасымалдау қызметі, мысалы, денеин, казеин немесе жаңағы моторлы нерв жүйелеріндегі моторлық қызмет атқаратын, сигнал тасымалдау қызметін атқаратын ақуыздар. Немесе жаңа мысал келтіріп өткен гемоглобин ақуыздары, мысалы, олар ағзада тасымалдаушылық қызметін атқарады. Қорғаныс қызметіне келетін болсақ, адам тек қана адамда емес, кез келген тіршілік иелерінде өзіне тән иммуноглобулин ақуыздарының жанұялары бар. Иммуноглобулин G, иммуноглобулин М деген сияқты олардың әрқайсысы түрлері ол ағзада әртүрлі мысалға қорғаныштық қызмет атқарады, яғни антидене, антиген байланыстарын түзу арқылы сырттан келген бөгде заттардан қорғауға қызмет атқарады. Сондай-ақ қозғалыс қызмет атқаратын актин, миозин, мысалға бұлшықеттердің былай арнайы зигзаг тәрізді қозғалу, жиырылып босаңсу кезінде осы ақуыздар қозғалыс қызметін атқарады. Сондай-ақ олар тіректік қызмет атқаратын ақуыздар бар. Мысалы, оларға біз әртүрлі микрофибрилдерді жатқыза алады екенбіз. Құрметті студенттер, ақуыздар туралы қысқаша дәрісіміз осымен тәмам. Сау саламат.